UFC 309 турнирінің Co-Main Event'і. Co-Main Event'і ерлер арасындағы 155 фунт салмақта өтетін керемет кездесу. Бұрынғы чемпион 2022 жылдың қазан айына дейінгі чемпион болған бразилиялық нөмірі 2-ші орында тұрған аңыз адам, мен үшін ең үздік жауынгерлердің бірі Чарльз Оливейра мен нөмірі 7-ші орында тұрған американдық Майкл Чендлер арасында өтетін керемет кездесу. Өзіміз білетіндей, Чарльз Оливейра өзінің соңғы кездесуінде осы жылдың сәуір айында UFC 300 турнирінде армениялық Арман Царукянға төрешілердің шешімімен ұтылған болатын. Ал Майкл Чендлер өзінің соңғы кездесуін тура 2 жыл бұрын, яғни UFC 281 турнирінде өткізіп, сол кездесуде Дастин Пориерге сабмишнмен ұтылған болатын. Өзіміз білетіндей, Майкл Чендлер мен Конор Макгрегор арасында кездесу болу керек болатын. Бірде Конор Макгрегордың жарақатына байланысты болмаса, бір уақытта қаржылық жағдайларға байланысты, қаржылық келісімшарттың орын алмауына байланысты бұл кездесу орын алмаған болды.